Асылы ақындық деген тағдырлы адамды таңдап жүріп қана қонатын бақыттың құсындай әсер береді маған. Бірақ бір ғажабы, болымсыз өмірге қоса, тойымсыз көңіл берген пенденің төрт дүниесі түгел болса, бақыттың құсы ондай адамды тұрақтай да алмайды. Мен кішкентай күнімде әкем жоқ, анам енді жас, жаңағы әкем жас қайтыс болғасын, анам қалды балаларымен, 2-3 баласымен, соны мені қасына алып жатады, сонда ылғи жаңағы әңгімені Мұхаммед пайғамбардан бастайды. Сондай болған, мынандай болған деп жаңағы құлқы Алланы айтып, сонда мен ойлаймын, кейін осы едәуір 5-6 классқа келгенге дейін Мұхаммед пайғамбар біздің ауылдың адамы, біздің ағаларымыздың біреуі екен деп ойлап жүрді. Негізі анам 10 бала тапқан адам, мен ең кішісімін. Соның Бақтығұл деген ағам 17 жаста 10 класс оқып жүргенде, қалада оқып жүргенде, содан ол да жаңағы ауырмай қайтыс болды. Көрші әйел, сендер естідіңдер ме? Мен есіктің алдында ойнап жүргенмін, кішкентаймын ғой, бірақ есімде қалыпты сол. Бақтығұл қайтыс болыпты ғой деп сүйдегенде мен осы отыра қалыппын жерге. Сондай, содан кейін біздің үйде жаңағы әкем қайтыс болған, одан кейін Бақтығұл, одан кейін жаңағы тұрмысқа шығайын деп жатқан математикадан сабақ беретін біздің ауылдың мектебінде Рабила деген апайым, сол кісі 5-6 күн ауырып қайтыс болды. Оны есімде менің. Анам сонда қатты қайғырып, таңертеңнен кешке дейін жылай береді, жаңағы мәйіт басына барып жылайды, мені кейде ертіп жүреді. Мен сондай бір мен сезімтал болып өсуіме, мына әдебиетке жақын болуыма сол анамның қайғысы қатты әсер етті деп ойлаймын өзім. Қатал тағдырдың қабырға қайыстырар қасіреті еркелікті емес, естілікті таңдатады екен. Қуанышы мен қайғысы қатар өрілген өмір Фаризаның тағдырына таңбасын сүрмей қалған жоқ. Күліп тұрған күллі дүниенің бала көңілге ертерек көлеңке түсіргені де рас. Мен анамды жылатпайтын бір амал іздеймін өзімше. Кішкентаймын, жаңа мектепке барма кішкентай, үйде көп кітап сондай. Мектепке бармастан бұрын мен сол анамды қалай алаңдатам деп нелерді, әріптерді үйреніп кітап оқитын болдым. Сонда Қобыланды батырларды жаңа зуылдатып оқимын. Осы енді үйді басыма көтеріп, былайша айтқанда дауыстап. Сонда анам жаңағы көз жасын тиіп, маған қарап, жаңағы тыңдап кейде отырады. Соған өзім ішімнен жаңағы анамның жыламағанына сондай өзім іштей қуанып сөйтем. Содан бастап мен кітап оқуға, жаңағы кітапқа жақын болғаным содан ау деп ойлаймын өзім. Өмірге өкпе артпа дейді екен ілгердегілер. Адам ғұмырының ауыр сынын, тіпті буыны бекіп, бұғанасы қатпаса да, бала шіркін де көтеретінін қайтерсің. Шиыршы қатқан намыс та, шадыман көңіл сәбиді емес, мөлдір мұңы басым қам көңіл баланы паналайды екен. Шамасы бір 5-6 класста оқып жүргенде мектептің директоры марқұм домбырашы кісі еді. Сол ауданға жаңағы оркестр, ауданға көркемөнерпаздар үйірмесіне апаратын болып, оркестр жасап, оркестр ұйымдастырды мектепте. Соны мен домбыра тартам кішкентай күнімнен. Үйде сонымен әпесем тартам, мен кішкентай болсам да соны. Маған жаңағы, немене сен неге соншама асығасың деп, сен бармайсың жаңағы неге ауданға деп сөйде ұрысты. Мен тұрдым да домбырамды алдым да есіктен шығып, есікті сарт еткізіп жаңағы жауып кетіп қалдым. Жаңағы мектептің директорының алдында. Содан үйге келіп, ол кісінің өзі химиядан сабақ беретін. Содан үйге келіп, ертең енді менен сұрайтын шығар деп химияны жаттап жатырмын. Енді мен жаңағы өзім біліп отырмын, енді ана кісінің ашуланып қалғанын. Бірақ маған соншалықты қатты сөз айтқанына мен де ренжіп отырмын. Осындай
осындай намысқойлық бір өзімнің ешкімді басыма шығармаймын, ешкімді жаңағы артық сөзін көтере алмаймын дейтін мәселелер осындай бір кішкентай күнімізден. Жетім көңіл кекшіл деген бір қазақтың мақалы бар. Соны әкесіздік пе, жоқ болмаса мен ар жағымда ешкім болмағасын мені басынып тұрма деген бір сондай намысқойлық мені ерте сондай ызақор қылып, жаңағы намысқа тиетіндей қылып. Өмір, тағдыр, тауқымет. Өмір өткелінде тағдырға қарсы тұрып, тауқыметті жеңуге ұмтылған баланың бойында бір таланттың ұшқыны әйтеуір жанбай қоймайды екен. 5-ші класс оқып жүргенде бір мектеп біраз жер, 6-7 шақырым жер. Содан 6-7-8 бала қайтып келе жатамыз, қыздар бар, балалар бар. Біздің класста бір бала бар болатын, өзі жылтыңдап, сондай тентексімақ жаңағы, сосын сабақты да онша жақсы білмейді, қыздарға ұрынады, сондай. Соны жолда келе жатқанда бізбен бір оқитын Ләззат дейтін біздің класстың бір қызына жаңағы ұрынып бірдеме етіп түртті ме қайдан білейін енді. Соны Ләззат сөмкісіменен ананы соғып келіп қалғанда жаңағы бала құлады да қалды тыраң етіп. Сонда мен жаңағы бәріміз күлдік. Менің аузыма қалай түскенін білмеймін соны. Жылтың бала Қайнолланы қара, Ләззаттан жеңіліп құлап қалды жаңа деген сияқты бір шуақ өлеңді сағап. Соны қасында болды. Әй, мынаны өзің шығардың ба? Өзің өлең шығаратын бедің деп жаңағы бәрі. Сол мен қалай болған білмеймін, солай болды. Соны үйге келгеннен кейін кешке ол кездергі қосымша сабақ андай мындай көп ештеңе болмайды. Ерте қайтамыз сабақ біткеннен кейін. Көрші көлемдегі жаңағы бізбен бірге оқитын балалардың шешелері мамама келіп, ойпырмай сен кішкентайың өлең шығарады екен ғой деп бәрі. Соны несі бар өлең шығармай? Ол үлкен ақын болуы мүмкін ертең деп анам марқұм жаңағы мақтанып, соларға жай айтып жатыр ғой енді. Сол күні ұйықтағанда өзімше ақынмын деп ұйықтадым. Абай жаққан бір сәуле сөнбесін деген Тәңірдің ендігі таңдауы нарын құмының арасында бір жарған қызғалдақ қызға ауған кезеді. Ақ қағаз бен қаламмен табысарына көрінгендей, бала күнгі арманы да шөлдеген халықты сусату болатын. Бірақ маңдайдағы жазу судан да тереңірек сөз құдіретпен кеберсіген еріндерді жібітуді бұйыртқан екен. Менің арманым сол Атыраудың мен туған ауылын, Манаш деген ауылды керемет айдын шалқар суға толтырсам деймін. Су жоқ ауылда. Ішетін ауыз су деген ол енді қат. Ол Алла тағаланың бұйрығымен бір жауын жауып, сондай бірдеме болмаса, құдық қазып, жаңағы алысқа барып, теңіздің суы ащы. Сонда адамдар, менің анам бар ішінде, арбаменен жаңағы нелерді салып, шелек, бөшкелерді салып, жаңағы түйе арба, ат арба, өгіз арба, кімде не бар, соған су іздеп кетеді. Соны көріп, мен адамдарға керемет жаным ашиды. Өзімнің анама жаным ашиды. Шаршап, шалдығып, алыстан жаңағы бір жақтардан су әкеліп жатады. Сонда мен ойлаймын, осы мен өскенде осы бір су инженері болып, осы жердің бәрін суландырсам деп ойлаймын. Анандай неде жағада менің анам бар, жаңағы басқа жеңгелеріміз бар, ағаларымыз бар, барлығы маған қол бұлғап тұрсам, мен жаңағы айдынның ортасында бір ақ корабльге мініп, өзім сол айдынды керемет қылып, жұртқа қуаныш сыйлап, сөйтіп жүрсем деп армандаймын. Фариза Оңғарсыноваға о бастан-ақ үнемі көш бастау бұйырып келеді. Ол поэзияда ғана емес, қазақ баспасөзінің тарихында да қыздардың көшін алға тартқан алғашқы тілші. Алматыға келуіме мына бірінші Шерхан ағай маған көп қамқорлық жасады, оны көп адамдар біледі, мен айтып та жүрмін. Шерхан ағай бірер өлеңдерімді оқып, бірер жазғандарымды көріп, соған шақырды. Лениншіл жас деген ол кезде адамның қолы жетпейтін бір керемет қасиетті газет болып есептелетін. Лениншіл жасқа бір хабары кішкентай ғана
өлең емес, бер жағындағы нәрсесі шыққан адам, ол енді бір былайша айтқанда құдай да емес, құдайдан былай да емес болып есептеледі. Бұлақ көрсең көзін аш дейтін қазақы қағиданы берік ұстанған халқымыздың бағына туған бағлан Дінмұхамед Қонаев ағамыздың шарапаты Фаризаға да тимей қалған жоқ. Қаршадай қыздың Алматыға келіп, үлкен еңбектің жолына түсіп, білдей бір газеттің бас редакторлығын қолға алғанына сол тұста әркімнің әрқалай қарағаны да рас. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ағамыз осы бір жиналыста сұраған көрінеді, қасындағы қызметкерлерінен, осы біздің Қазақстанда бір жақсы жазатын қыз келіншектер жоқ па? Басқа республикаларда барып жүрмін. Солардың барлығында мына балалар баспасөзінде қыздар отырады екен. Бізде неге жоқ ылғи жігіттер ғой деп сөйдесе, ойбай Оңғарсынова деген біреу бар, мына леншіл жаста. Күндіз-түні жазады да жатады деп сөйдейді. Сосын деймін екен, онда қалдырыңдар, Қазақстан пионері деген газетке отырғызыңдар, онда жақсы жазатын болса деп. Сөйтіп, жаңағы Алматыға алдырылдым ғой. Менің басқа көкем, тәтем, бірдемем жоқ. Солай келгім келмей, жаңағы ауылдан кеткім келмей, бірақ менің келгенімді кейбіреулер жақтырмай, бұл кімнің кімнің періштесі екен деп, жаңағы неменеге туы осы жақтағы журналистер жетпегендей Атыраудан алып келіп, шүйкедей қызды қалай редактор қояды деп, жаңағы орынға қызығып жүрген жігіттер сөйтіп әңгіме қылып, енді оның бәрі өтті кетті. Ол жерде де талай оқиғалар болған. Өткізген жақсы менен жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өміріндей екенін ұғындырған жылдар да жылыстап артта қалып барады бұл күнде. Бірақ жаны жайсаң ағалардан алып қалған тәлім мен тағылым ғұмырына жетерліктей азық болып келеді. Алла тағаланың жаңағы бір ананың сүтімен, әкенің қаныменен бір нәрсе сәуле береді ғой, енді адамның талант дейді, композитор бола ма, жоқ ақын бола ма, жазушы бола ма, ол өз алдына. Бірақ сол жаңағыдай еліңнің, ортаңның қамқорлығы болмаса, сені бағалайтын адамдар болмаса, оның бәрі түк емес, жаңағы далада көміліп қалуы мүмкін. Бір-екі өлең жазып, жаңағы аспанға қарап, ақын екенбіз, анау екенбіз, мынау екенбіз деген, оның бәрі бос әңгіме. Егер ортада жаңағы жақсы қадірлейтін, бағалайтын, сенің жақсылығыңды, жамандығыңды көрсететін ағалар, апалар болмаса, бұның бәрі бос нәрсе деп ойлаймын. Осындай жағдайда өсіп өндім. 1967 жылы кейіпкеріміздің «Бұлбұл» деген атпен тұңғыш жыр кітабы жарық көрді. Одан әріректе жазғаны оқырманмен сандуғаш болып сайрап табысқалы қай заман. Фариза Әлия мен Мәншүктің тағдыры мен трагедиясына да дастандар арнады. Көп өлеңдерім негізінен Алматыда жазылды ғой, енді жаңа бір кітабым Мазасы шақ Атырауда жүргенде жазған, одан бұрын бір кішкентай Сандуғаш деген кітабым шықты, Маңғыстау маржандары деген бір кітабым шықты. Көңілді, жайлы күнімді, азапты, қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең, мен сені аялап өтем. Ақын негізі адал болу керек қой, өтірік жазбау керек. Бір ақындар болады, енді Құдай кешірсін, мен аттарын атамай қояйын, бірақ өздері жаңағы бастарынан өткізгендей болып бір нәрселерді осы жазады, оны бірақ оқушы оны қабылдай алмайды. Себебі оның өтірік екені көрініп тұрады. Сен жүрегіңнен шықпағаннан кейін, ішкі жан дүниеңнен, сезіміңнен шықпағаннан кейін, соған әбден қайнап, соған иленіп, әбден сосын барып шығу керек қой. Оның маңызы әлгі өлең болып шығатын. Ондай болмағасын, оның біреуді жақсы көрдім, айттым бүйттім дегеннің де өтірік екені көрініп қалады. Саяси мен отанымды сүйем, әйтем де үйтем, бәйтерегімді сүйем деген секілділердің барлығының өтірік екені көрініп қалады. Ол өтірік болмау керек. Қалай болғанда да ол мына жерден шығу керек, ішкі жан дүниеден шығу керек. Ол жүректің орнында бір пластмасса сияқты бірдемесі бар нәрсе сияқты болып, сондай бір әйтеуір ұйқас
барасың ба келесің бе табасың ба деген секілді бір заттарды ұйқастырғаннан ол өлең болмайды. Халықтың жүрегіне жетпейді. Халық деген жалпы әулие ғой, халық деген. Сол халық қарапайым бұқараның сөзін сөйле деп, ана бір жылдары қаламгер қызға тағы бір аманат жүктеген соң, Фариза депутаттық мінберге де көтерілді. Атыраудың жағдайы қиын ғой. Жердің асты мұнай шығаратындардың жағдайы өте қиын. Жаңағы қап-қара болып қағынып, жаңағы бет ауыздары күнменен желге күйіп, қыс болса жаңағы қардың астында жұмыс істеп жүреді. Атыраудың балықшылары да сол, тұрмыстары нашар. Олардың мұнайының қаражатын, анау балықтың өнімін, мысалы, өндіріп дейді ғой, шоқыр қорытпалардан шығатын, оны Астрахань алып кетеді, мысалы, Совет одағының кезінде. Ешқандай Атыраудың оған үлесі жоқ, Қазақстанның. Одан кейін мұнайдың, мысалы, онда да орталыққа кетеді. Сонда ана адамдардың жағдайын айтатын қарапайым кісілер қалай ойлайды? Мына біздің елдің басшылары, мына жақта отырған республиканың басшылары, олар білмейді біздің жағдайымыздың қиын екенін. Соған жергілікті басшылар, мысалы, Атырауда отырған, олар өздерінің орындарынан қорқып, ол республиканың басшыларына айтпайды біздің жағдайымызды. Сондықтан ана Фариза өзі ылғи өлеңіменен өлеңнің дұрыс жаңағы адал жазып, адал жүретіндігін көрсетті, енді бізге қызмет етсін. Біздің жағдайымыздың қиындығын ана президентке сол секілді басқа халыққа жеткізетін кісі керек, сол Фариза деп мені шақырды. Бұл қызметте ақын өлең жазып жүрген қағаз бетіне қаламының ұшымен жаңа заңның жобаларын да жазып түсіре бастады. Қазіргі отырғанына депутаттардың орнында біздер сияқты адамдар отырса, жазушылар, я болмаса ақындар, я журналистер, я дәрігерлер, халықтың арасында барлық бейнетіменен қиыншылығын көріп жүрген. Одан кімге зиян келеді? Ана жерде біз талай, мысалы мен 2 заң жаздым, жеке өзім. Өлеңімді былай қойып, ана жерге барғасын. Біреуі Қазақстандағы ана мен баланың жағдайы туралы. Аналарды қалай ету керек? Онымды өткізбеді. Өткізбеген себебі қыруар ақша керек. Әйелге жаңағы баланы тәрбиелеген үшін, баланы өсірген үшін қыруар ақша төлеу керек, ақша беру керек, оның еңбегін адалдық. Сосын балалардың құқы туралы. Балалардың құқы туралы бізде ешқандай заң болған жоқ, соны мен жаздым. Ол өтті. Әйтеуір кесіп, пішіп, жаңағы кейбір жерлерін солай етті. Бірақ қалай қарау керек, баланы қалай тәрбиелеу керек, жетім балалар бар, жаңағы тастанды балалар бар, осыларды қалай ету керек, осындай заңды мен жаздым. Перзент болып тебіреніп, періште болып қуану үшін де ақынның ақыны болу керек шығар. Алайда ақынның жаны жарасыз деп қайсымыз айта алармыз? Артықтау туған алаштан, данышпан болсын бағасқан. Жалғыздық бірақ жарығым, Құдаймен күнге жарасқан деген анасына Фаризаның былай деп жауап беретіні бар. Ол жоқ жерде ештеңені, ешкімді көзіме делмей, тек соған табынып сендім, үзіліп қыршын сонан соң. Өтетін болды жабырқау жеке кештерім. Қайғым бар, ол өзгені сүйе алмай, жалғыздықпенен мәңгілік некелескенім. Өзіңнің маңдайыңа жазылған несімен болу керек, әртүрлі. Біріншіден мен жақсы көрген адамым кездейсоқ мотоциклден құлап аяқ астынан өліп қалды. Мен сонда жаңағы өзім былай есім ауыспағанмен соған жақындап, соны бір 10 шақты жылға дейін соны есімнен танғандай болып жүрдім. Сол талай жерге жіберді, жаңағы ол кезде ағам бар еді. Мен өзі біреуді жақсы көрсем, соны өмір бойы жақсы көрем жаңағы. Ол тіпті маған бір жамандық жасаса да, соны қалай да өзімді айыптап, ананы ақтап алуға тырысамын, сондай бір жаман мінезім бар менің. Сондай қиындықтар болды. Алғашқы арман тілекті шетке сырғым келмейді.
Бірді сүйген жүректі көпке сұңғым келмейді. Болды ғой енді, талай адамдар болды енді соңынан жүгірген, бірақ мен пәлендей ықыласым болған жоқ. Біртүрлі адам басылып сондай болып қалады екен. Және қылмыс жасаған кісі сияқты болып, жақсы көрген сезімің сол алғашқы жақсы көрген, ол да бір оңай нәрсе емес екен. Ол енді адамның жаратылысына байланысты ғой, болмысына, табиғатына байланысты. Біреулер болады, бүгін жақсы көргенмен 5 жылдан кейін басқа біреуді өліп өшіп жақсы көріп жатады деген секілді. Мен психологиям, жан дүнием ондай емес, сондықтан оған енді зорлап әйтеуір бірдеме ету керек екен ғой деп ешкімге неткен қарайлағаным жоқ. Содан бері оның жан сырласы да, жақын мұңдасы да тек өлең болып келеді. Жыр менің жалғыз тарланым, аялап өтер ардағым, талықсып атар таңдарым, айымдай жалқы арман үн, қарқылдай берсін қарғамың, тарттырсын дүлей зардабын, жанымды жырмен жалғадым, өзімді соған арнадым. Жалғыз ағам бар еді, артында 7 баласы қалды. Мен өзімнің кішкентай балам бар еді, солардың бәрін арқалап өсіруге мен әке тұқымынан да шеше тұқымынан да ешкім болған жоқ. Оның ағамның алған әйелінің де ешкімі жоқ, жетім қыз болатын. Солардың бәрін адам етіп шығару, оқыту, тоқыту, тәрбиелеу маған оңай болған жоқ. Жұрттар ойлауы мүмкін, біреулер айтады, жаңағы Фариза тамақ пісіру білмейді, бала тәрбиелеу білмейді деген сияқты ойлауы мүмкін. Бірақ мен солардың барлығын басымнан кешірген адаммын. Өмір болғаннан кейін ол енді болады ғой ондай нәрселер. Бірақ басыңа салғасын, соны көну керек. Өмірі өлеңге айналып кеткенімен, ғази жүректің дәл төрінде сезімдердің серісі, мейірімнің сәулесі сығалайды. Сол нұрға малынған немеренің бәрі кезінде еншілеп алған құлындарынан өсіп өніп отыр. Айбарыңыз өз тәрбиеңізде болды, әкесі қайда? Әкесі жаңағы өзімнің ағамның баласы негізі. Ағамның баласы. Бірақ өзіңіз алып алған? Иә, кішкентайымда совсем, өте кішкентайым. Онда жаңа менің мамам бар. Жаңағы әлгі айттым ғой, бір жақсы көрген жігітім қайтыс болып, мен сондай қиналдым деп. Сол кезде жаңағы мамам айтты, сені жақсы көреді, кішкентай, 2 жасар ма, сол ауылға барғанда нені календар, қалай дейді календарды қазақша? Күнтізбені әлгі анарға іліп қояды ғой ауылда әлгі бірдемес. Сонысы мамамның келетініне 20 күн қалды, 15 күн қалды деп жаңағы сөйтіп жүреді екен. Сол бала мені бір құтқарды деп айтуға болады. Біреулер айтады, мінезі дейді, 2 еркектің, 3 еркектің мінезінде тұрады деп. Мақалалар жазған кезде де айтады, сенің мамаң дейтін мықты ғой, біздер өйтіп жаза алмаймыз деп. Ол дейтін, ода тұрған ештеңе жоқ. Ол адамның ішкі жан дүниесі, ол қалай сезінеді, солай жазады. Менде де бір ақын болып тұрсам, сол шыншыл жазар едім деп ойлаймын. Себебі өтірік жазып біреу туралы айтсаң, ол көрініп қалады деп ойлаймын. Ол мен ойлап тапқан жоқ, ол мен таңертең кешке дейін анамның айтқан сөздерінен өзім тұжырым жасаймын. Сол өмірде де солай болуға тырысамыз бәріміз де. Қасындамын мен қазір. Астанада тұрамыз. Немерелері, балалары, қыз балалар бәріміз жиналған кезде, бәріміз екеуміздің бір арманымыз бар, сол бізде бір қыздарды да алысқа жіберміз келмейді, соны қызғанамыз. Жезделерім бар, бірақ солардың бәрін басы қосып бір үйде тұрамыз ба деген арманымыз бар. Бір үйде болмаса да өте жақын жерде, бір қалада, соны ысқырған кезде бәрі шауып келетіндей. Ең бірінші арманым сол аман жүрсін. Үйде отырамыз бәріміз шоғырланып. Фариза,
Фәризажан, Фәриза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Аса терең нәрсеге кейде ән жазсаңыз, ол көрерменге жетпей қалуы мүмкін. Ол әннің ғұмыры басталды. Сосын 89 жыл бірінші рет Қазақстанда халықаралық ақындық айтысы болды осында. Қалдырбек Найманбаев деген марқұм жазушы ағамыз ұйымдастырды. Соғыс театрға ойда жоқта барып қалып, сонда осындай айтыс болайын деп жатыр. Жазушылардың басын қосып сол облыстың. Сонда артына біз концерт қойдық. Сонда осы әнді бірінші рет орындадым. Сонда айтты. Осындай қарашаның 15 мен 17-нің ортасында халықаралық айтыс болады. Қытайдан, Моңғолиядан келеді, осы әнді айтып бересіз. Сонда Республика сарайында бірінші рет сонда орындалды. Халық алақанына салып алып кетті. Мен ойлағам, терең дүниені халық қалай қабылдар екен. Әннің мәтіні деген өте жеңіл болу керек, қайталана беру керек. Бұл қайталанбайды. Бұл кесек дүние әр жолы. Бірақ біздің дана халқымыз сол кездің өзінде жаңағы қалай алақанды алып кеткенін білмей, содан бері Фариза. Қылышынан қан тамған батырды, тілінен бал тамған ақын алады дейді. Бірақ о бастақ пайғамбар болып жаратылған арқалы ақындардың бәріне жалғыздық ортақ. Әрбір талантты ақын, әрбір талантты композитор, әрбір талантты жазушы, әрқайсысы жетім, шынында ішкі жан дүниесі. Бұл ана жүрген Сәрсенбай, мына жүрген Иманбай сияқты болса, ол басқаша болар еді ғой. Бұлардың жаратылысы, жаңағы талантты адамдардың, Мұқағали сияқты, я Төлеген Айбергенов секілді, я Абай секілді, сондай ерекше жаратылған, ерекше сезімнің, ерекше дүниетанымның адамдары болғандықтан, олардың басқаша болуы мүмкін емес. Құдайдың өзі солай жаратқаннан кейін ғана сол мағжандар мағжан болып қалды, абайлар абай болып қалды деп ойлаймын мен өзім. Бұл енді ойлақа қойса қақу, жаңағы басқа кісілердей сөйтіп жүрген болса, анандай өлеңдер тумаған болар еді. Иә болмаса, жаңағы шәмшілердің, мысалы, Шәмші Қалдаяқовтың әндері, мысалы, оның әрбір әнін ал, енді бір классикалық бір шедевр ғой, орысша айтқанда. Ол өзінің өмір емес, мысалы, өмір болмаған өмір. Осылардың барлығы сол қорытынды жасауға тура келеді. Сондай талантты адамдардың қасіретті өмірінің өзі, тағдырының өзі қасіретті деп. Ол жаратылыстың сондай құбылысы болады деп ойлаймын мен. Фәризажан, 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 Фәриза жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесін үзіліп тұрса дағы жігітінен қазақтың дос таба алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын, мұң шағамын. Алла тағала пендесін сынайтын болса, сол сынды көтере аладау деген адамға ерекше назар түседі екен. Ал егер пендесіне ауыр жүк арқалататын болса, соны алып жүре алатындай күш-қуат та қоса беретін көрінеді. Осы 3-4 жыл турысында, 2 жыл турысында мен ракпен ауырдым. Соң Германияға барып 8 ай жаттым. Сонда жаңағы өте қымбат, жаңағы 2 операция жасалды. Жаңағы арасында келіп кетіп емделдім. Сонда әлгі зейнетақысынан көрші көлемдер 5.000-дап, 2.000-дап жаңағы ақша жинап, мені ауырып жатыр деп естіп. Сонда соны енді адам жылағысы келеді енді. Мен ештеңе істеген жоқпын оларға. Соны енді шетелге барып емделу өте қиын. Фариза қиналып жатқан шығар деп, жаңағы сондай соларға дейін сондайды көрдім мен. Бұл сол халықтың ықыласы болу керек мені алып қалған деп ойлаймын.
әзірше тірі келе жатырмын. Қамықтырған күндер жанды жегідей жебақ жібереді екен. Бірақ өзін қаумалаған қараң-құраң көпшіліктің арқасында Алланың сыйы ауырлық етпейтінін ұғынды. Сонда егемен Қазақстанға бір осы Алматы облысынан Қаскелең Жамбыл ауданынан бір әйел Фариза ақын жазылды ма деп не жазыпты, хат жазыпты. Соны басып жіберіпті егемен Қазақстан. Оған жұрттың бәрі, республиканың бәрі әйтеуір көпшілігі естіп, сондай тілектестік білдірген, сол халықтың тілегі болу керек, мені сондай жаман аурудан алып қалған деп ойлаймын өзім. Сондықтан қалай болғанда да мына содан кішірейесің, өз-өзіңнен кішірейесің, халықтың ықыласын көріп, халықтың жаңа ниетін көргенде, сен қаншама тәкәббар болғанмен, қаншама асқақ болғанмен, қаншама мен жаңағы халыққа белгілі кереметпін дегенмен, халықтың анандай ықыласын көргенде түк емес бір нүкте сияқты болып қаласың. Ақылды екен адам. Кішкентай екеніңді сезінеді екенсің. Қай дерттің де еңсені езіп, кеудені күңіренте тұғын жағымсыз жақтары басым. Алайда қанша қиындық берсем, содан шығатын есікті қоса жаратам деген Алланың ғажабына шек келтіруге болмайды. Осы ауырғаннан кейін мен өзім бір жұмсақ мінезді, сондай бәріне кешіріммен қарайтын, сондай бір жайма шуақ апа болуға жақындап қалдым деп. Сол сияқты жалпы кешірімді болу керек қой адам. Негізі кешірімді болу керек. Ол қандай саған қиыншылық жасаса да, Библияда, Құранда да айтылған ғой жаңағы. Саған қандай тас атып жатса да, сен оған қайтадан тас атып оны жаңағы араны алшақтатудың қажеті жоқ. Қайта сенің бойыңдағы жаңағы жақсы ықыласыңды, сезіміңді сезінген кезде, ана тас атып тұрған ол бір жауыздау адам болуы мүмкін. Сол жауыздығынан біртүрлі ыңғайсызданып, ол жақсы жолға түсуі мүмкін. Мен кейде бір анаған мынаған қарамай бір тура айтып, тіке айтып тастайтын сондай мінезім бәрі жаңағы. Ол да жақсы емес, негізі адамдардың көңілін қалдырмай, жақсы көріну, жаңағы күліп сөйлеу деген секілді бір үлкен этикеттердің барлығы мен жас күнімде өте көп соларды мойындамайтын едім. Бағанада айттым ғой өзі, анаған мынаған жаңағы өте қатал қарамай, өте тура қараймын деп бір кейде орынсыз пышақ салатын жерлер болады жаңағы буынға. Осындайлардың бәрінің менде қатеме деп қалдым соларымды. Бір түрлі адамға жылы қарауға, болып жатқан оқиғаларға да жылы қарауға соған мәжбүр болдым мен. Бұл да сол халықтың ықыласынан тудау деп ойлаймын. Лирик ақынның өлеңіне жазылған әндер әлемі туралы да бұл күнде өз алдына бөлек әңгіме қозғауға әбден болады. Олардың көбі халыққа кеңінен тарап кеткелі де бірталай заман болды. Марқұм Әсет Бейсеуов бір 4-5 өлеңге ән жазған болатын. Сол мынаған сөз жазшы, мынаған сөз жазшы деп әртүрлі адамдар жақсы көруден Сәкен Қалымов деген жігіт орындап жүр. Жақсы көрім, не деген керемет өмірді сезінуге, қуанып көсілуге, адамға жақсы көрім керек екен. Апамның бір жақсы өз басым сыйлайтын қасиеттері, апамның тазалығы, өтірікке, өсекке жоқтығы, одан кейін тік мінездігі, содан кейін туралығы. Себебі менің де бойымдағы қасиет апамдікіне ұқсас. Апам бізді қазір содан кейін апам бізді бауыр тұтып кетті. Бәріміз сол бір ауылдың балдары болғаннан кейін әні тұтады, біз апа тұтып, ол кісінің сол қанатының астынан пана іздейміз. Қиналған кезімізде ақылдасамыз, қиналған сәттерімізде көмек сұраймыз. Апамыз еш уақытта жоқ деп айтпайды, бір қасиет.
Абай айтқан құлақтан кіріп бойдалар сиқыр сазды наз жырлардың ішінде Фариза қаламынан шыққан шығармалардың тыңдаушы үшін орны айрықша. Қазіргі жас әншілерге менің өлеңдерім келіңкіремейді. Біздер әлгі бұрынғы өткен ғасырдың адамдарымыз, Ақан серінің, я болмаса Біржанның, я Мұхиттың әндері секілді бізге әуен керек, жүректі тербететін. Сөзі де соған сай болу керек. Ал енді әлгі тасыр-тұсыр билейтін тойға арналған оларды жаза алмаймын мен. Сондықтан көп композиторлармен қазіргі кезде өзі менің солармен байланысайын, соларға сөзімді берейін дейтін құлқым да жоқ. Балалық шақтың әнімен, балауса балғын сәнімен, ертегілердің еліне еркелей басып келеді. Аз болса да саз жазатын ақын өлеңдерінің көтеріп жүрген жүгі атан түйеге артқан саф алтыннан да салмақты. Астананың төрінің көркі болып жүрген аяулы ақын бір күнін босқа өткізіп отырған жоқ. Сол ақ қағаз, қара сия оның өлеңмен өрілген өмірінің өрнегін әлі де болса сызумен келеді. Аздап өлең жазам, мақала жазам, бұрын жазғандарымды қараймын. Өткен жылы жаңа мен осы ауырып қалғанда бір көп шаршап қалдым. Содан кейін Марк Твеннің Гекльберри Финн мен әлгі Том Сойер деген романын аудардым. Керемет аудардым және. Оған мемлекеттік сыйлық беруге болады деп ойлаймын. Мен бір ағамның қызының қызы, енді маған немере сияқты. Сол айтады, орысшасынан гөрі қазақшасы жақсы сияқты деп. Марк Твен деген керемет ұлы жазушысы ғой, американ. Қазақтарға жақын сондай ана сөз саптаулары, оралымдары барлы. Мен соны осы бір жылға жуық аудардым. Саналы ғұмырында әйелдің тағдырын, солардың күлкісімен, солардың көз жасын шығармашылығына арқау етіп келе жатқан ақынның өмірден көргені көп, түйгені де жоқ емес. Ей адамзат, қара жерге күлеткен, қара орманды түлеткен, тыңда мені жүрекпен, тыңда мені сан жұрттар. Кең әлемде кеуделерде тарлық бар, тұтастық бар, қалдық бар. Бар әлемде қара жердің бетінде соғыс жайлы жарлықтар. Дүниеде ұзын қолды үстем бар, шарасыз бір күштер бар. Махаббат бар, құрлықтар бар, түстер бар. Жанартау бар, жарылу бар, дүмпу бар. Сәнді үйлерде күңкіл бар. Аспай, атпай, құрту бар. Адалдық бар, мейірім бар, зорлық бар. Қайратыңды қайнатады қорлықтар. Ұлық бар, даналар бар, мұрат бар, шың аталған қырат бар, терең жатқан бұлақ бар, бірақ соның бәрінен биік тұрған бір күш бар. Дидарына жерде құштар, күн құштар, ол нәзіктік,
мәңгі шуақ нұрығыт, сатылмайтын жылылық, ол тірліктің қуаты, әйел атты ұлылық. Мен мына Ресейдің телеканалдарын көріп отырам, сонда бір сондай керемет елге дүние жүзіне танымал болған әйелдер, еркектердің соңғы жылдарында жаңағы осы өмірден күйзеліп, арақ ішіп, болмаса жалғыздан жалғыз қаңғып, бомж болып кеткендері бар. Соларға қарап отырып, тәуба етесің. Со менің де өмірімде талай сондай осы көңіл қалатын қиындықтар болды, бірақ әйтеуір сол Алла Тағаланың мейірімінің арқасында деп ойлаймын. Сол халықтың ықыласыменен орнынан тұрып басымды көтеруге мәжбүр болдым. Соған өзі күн сайын ұйықтардың алдында соған алдыменен халқыма рахмет айтам. Сосын Алла Тағалаға рахмет айтам. Кешегіден менің де басқа мұңым, жолдасыған жандар да басқа бүгін, алшаң басқан кешегі арулар да сезетіндей күн сайын жас қадірін, таудан құлап ағатын бұлақтар да кешегідей айтпайды тасқа жырын. Заңы осылай тірліктің құбылмалы, кеше біреу сүйгені, ұғынғаны, бәрін сенің жолыңда құрбан етіп, күйіп жанып кеудеңе жығылғаны, дәл сол күйде күн сайын тұралмайды сол балғымының бәрі. Сонысымен тәтті де өмір деген, тұралаған өмірді өмір демен, құлазүйсің, құлайсың, тағы тұрып, тағы ілгері желеді көңіл дөнен. Шаттығымен азабын қатар көріп жүрсем де ылғи қызығам өмірге мен. Майса дала арылар гүлдеуінен, ақынды ылғи көрінбес жыр көгінен. Адамдарда күн сайын құбылады түк көрмеген жандай болып жүргенімен, көрсеткендей болғанмен күлген ірең. Мәңгі ештеңе жоқ екен бұл өмірде, бірақ өзің кездесіп тұр менімен. Осындай тағдыр берген адамның, ол ақындық дегеннің өзі тағдыр ғой бұл. Ол оңай тағдыр емес. Сен ассалаумағалейкум, жаңағы әкел қағаз қаламсапты әкел, мен өлең жазам деп отырмайсың. Бұл өмірден түйгенің, көргенің, елдің айналаңдағы өзің өмір сүріп отырған ортаңның өмірі деген секілді көп қой енді ондай жағдайлар. Солардың бәрінен қорытынды жасау үшін үлкен күш керек адамға, күш керек. Сол сүрініп кетпей, болмаса басқа бір жолға түсіп кетпей, соны көтер алмай менің де кезім болды. Мысалы, Оқжетпестің басына шығып, содан секіріп өлсем бе екен деген. Сондай кездерім болды. Соған әйтеуір Құдай сақтап, аман есен келе жатырмын. Мен бір қызық адаммын, қатал тағдыр сілкілеп, мың сынаған, құлап тұрып, сонда да тыншымаған. Жыр жазбасам, жабығам, онсыз маған дүние жел өтіндей. Жұрт ұқпайды жүреммен, неге күлмей. Мен өзгенің көзіне асқақтаған адуын мұңсыздаймын. Ұқпайды олар көзімде тұнсын қайғым. Поэзияның асау арғымағын бағындырған ақын өлең өлкесінде көсіліп шапқалы бері бір нәрсені айқын аңғарды. Ақындық киелі нәрсе, бұл ақиқат. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айыратын ақындықтың алапат күшінің алдында қауқарсыз дүние көп. Ақынның асқақ болатыны да содан.